жүрек аутентациясын жасамас бұрын біз бірінші қазір қақпақтардың проекциясын білуіміз керек. Не үшін? Қақпақтардың проекциясын да тыңдайтын болсақ, біз ажырата алмаймыз қай қақпақты тыңдап тұрғанымызды. Сол себептен тыңдайтын нүктелері сол қақпақтардың дыбыстары жақсы естілетін нүктелер деп айтылады. Онда ол тыңдау нүктелері бар. Бірақ қақпақтардың қалай орналасуы, қай жерде проекциясын білуіміз керек. Ол тіпті мемлекеттік емтихандарда сұралады. Сол себептен соны жақсы игеруіміз керек. Бәрімізде 100%. Ең жиі зақымдалатын қақпақты бірінші тыңдаймыз. Сол себептен бірінші митральды зақымдалатын, сосын қолқа қақпағы и одан кейін өкпе, шарма. Және бесінші нүкте бар. Қосымша тыңдау. Проекцияларына келетін болсақ, митральды қақпақтың проекциясы сол жақтағы үшінші қабырғаның төске берілген жерінде болады. Қалай іздейміз? Бірінші, екінші қабырға компайып тұрады. Бір ұсталмайды, олдан астында. Мына екінші қабырға тұрған, мына екінші қабырға, үшінші қабырға төске берілген қабырға аралығы. Мына жерде орналасқан митральды қақпақ. Енді қолқа қақпағы. Қолқа қақпағын екі жақтан да үшінші қабырғаларын төске бекіген жерін тапса, соның ортасында. Онда дәл митральды қақпаққа жақын жерде жатыр қолқа аорта дейді. Значит, үшінші қабырғалары, екінші қабырға аралық, міне үшінші қабырға төске бекіген жерлерінің ортасы. Өкпе артериясының қақпағы екінші қабырға аралықта сол жақтан төстің қырында. Аргесі ол жарты 1 сантиметр. Бұл осы өзінің орнында тыңдалатын жері. Митральды қақпақты тыңдаймыз. Жүрек ұшы тұрғысында. Қолқа қақпағын тыңдаймыз. Екінші қабырға аралықта төстің қырында. Өкпе артериясын тыңдаймыз. Өз орнында. Сол жақта төстің Қырында. аралықта. Төртінші қақпағымыз, ол проекциясы 3 жармалы қақпақтың, ол сол жақтан үшінші қабырғаның төске бекіген жеріне, оң жақта бесінші қабырғаның төске бекіген жері. 3, 4, 5, міне оның етікке бекиді. Екеуінің ортасын қосатын сызық жүргізсек, ортасында. Сол сызықтың ортасында. Мінекей мына жерде 3 жармалы. Оның тыңдайтын негізінде. Төртінші тыңдау нүктесі. Бесінші нүкте қолқа қақпағын қосымша тыңдайтын нүкте. Өткен нүктесі. Ол жақта төстің қырында үшінші қабырға. Екінші қабырға, үшінші қабырға. Проекциясына сұрақ қойған, бірақ жаңа не тыңдағанымызда төртінші қабырға деп айтты да? Үште де, екеуде де бола ма? Екеуінде де бола ма? Үште де, төртте де бірде естіле ма? Үште де. Кейбір әдебиеттерде айтады, семсер тәрізді өскіннің негізінде тыңдап, 6 нүктемен де тыңдай береді. Бұдан сәл бері оңға қарай, бесінші қабырға. Ол да бәрібір үш жармалы қақпақ. Бізге 5 нүкте. 5 нүкте керек, иә. 5 нүкте бойынша тыңдайсаңыздар жеткілікті. Енді тыңдаймыз осы нүктеде. Бірінші митральды қақпақты тыңдау үшін бірінші нүктені жүрек үштігін тауып алу керек. Қай қабырға аралықта екенін. Ол үшін қолды семсер тәріздінің негізіне қойып, 4-ші, 5-ші, 6-ші қабырғаларға саусақтарымызды параллельді қойып дегенде, саусақтарды алақан сезген жерге алмастан сырғытып, сезген жеріне қабырғаға қоямыз бір деңгей. Мінекей сезіліп тұр. Осы жерден енді тыңдаймыз. Жаңа топтарда сразу мына жақтан бұрып алады да бүйтіп келеді. Тартып кеп, одан кейін кейін болады. Аяндоскопты қалай ұстауымыз керек? Екі жағынан басып тұруымыз керек. Сол қолмен арқасынан сүйеп тұрмыз. Бұл жерде бірінші тон жақсы естіледі. Демді терең алған кезде жиілей түседі. Демді терең шығарып дем алмай тұрса сирейді. Ол тезбен еріктің қосылуы. Қалыпты жағдайда, қалыпты тыныс алып тұрған кезде бірде естіледі. Бірінші тон бұл жерде жақсырақ естілетін нүктесі.
Екінші тыңдау нүктесі мінекей екінші қабырға. Бұл жерде екінші тон жақсырақ естіледі бірінші тонға қарағанда. Қолға тақпағы тыңдайтынымыз. Дәл солай сол жақтан екінші тон. Ол да екінші тон. Бұл жерде де екінші тон жақсы естіледі. Екеуінде салыстырамыз екінші тонның естілу деңгейін. Бірдей ме емес пе? Екі жағында да бірдей естіледі. Төртінші тыңдау нүктесі семіздер тәртібінде былай қоймайын қараңыздар. Беті оңға қарайса, беті толық жанасып тұру үшін оңға қарай қойып жатырмын. Бұл жерде бірінші тон жақсы естіледі, екінші тон қарағанда. Және бесінші тыңдау нүктесі үшінші қабырға аралық. Қолға қақпан қосымша тыңдайтын нүкте. Бұл жерде екі тонның естілу деңгейі бірдей. Беретін қорытындыларымыз бес нүктені тыңдап болған соң, егер де патологиялық өзгеріске күдігіңіз бар болса, жүректің жарық маңайын тыңдайсыз. Мысалы, перикард шуы, плевроперикард келісші, кардиопульмонарлық шу, экстракардиялық шулар болатын болса, жүректің маңайын бәрін тыңдап шығасыз. Просто нүктелерде емес, енді уже жан-жағынан маңайының бәрін тыңдаймыз. Сол тондар естіліп тұра береді бәрібірде. Бірақ жаңа естілген нүктелерден олар әр жерде әртүрлі. Жас балдарда тікелей құлақпен тыңдағанда жақсы естіледі. Тікелей кеудеге жанастырып. Оларда үшінші тон, төртінші тон жақсы естіледі. Ал жағдайда денсау адамда екі тон естіледі. Бірінші және екінші тон. Қандай қорытынды бересіздер? Бірінші айтатындарымыз тондар айқын, ырғақты, шулар жоқ. Екі тон естіліп тұр. Бірінші және екінші тон. Бірінші тон ұзақ паузадан кейін ұзақтау естіледі. Екінші тон қысқа паузадан кейін қысқа естіледі. Бірінші тон бірінші, төртінші нүктелерде жақтырақ естіледі. Екінші тонға қарағанда. Екінші, үшінші нүктелерде жақтырақ естіліп тұр. Екінші тон бірінші тонға қарағанда. Қалай ажыратамыз бірінші тонды, екінші тонды? Тыңдаған кезде біз тауып алып, екі ұқсас бірдей болды. Пульсациямен тыңдағандағы естіп тұрған тон екеуін сәйкес келді. Бірінші тон. Сәйкес келмей тұрғаны екінші тон. Сәйкес келіп тұрғаны ол бірінші. Қолқаға қан түскенде соның сұрақ болды. Сонда екінші тонны мысалға, мына екінші нүктеде да, екінші тонның жақсы естілуін анықтау үшін онда тағы үй кардиологиясын тыңдау ма? Тек қана бір, мына екі нүктеде ма? Қаттырек естіліп тұрған екінші тон. Жүрек ұшындағын арқылы бересің. Жүрек ұшындағымен салыстырып біліп алуларыңызға болады. Бірінші тон ұзақтау, екінші тонға қарағанда және ол сәйкес келеді. Үй кардиологиясында бірінші тон екенін ажыратып алу үшін. Ал оған сәйкес келмей тұрғаны екінші тон болады. Бірінші тон қайсы, екінші тон қайсы түсініп алу үшін солай біліп алсаңыздар болады. Атап жақсы естіледі мұнда екінші тон, мұнда бірінші тон. Сонымен оның әр жақсы естіліп тұрғанын білуіңізге болады. Енді тамырларды тыңдау. Ірі тамырларды тыңдаймыз. Бірінші пальпация жасап оларды тауып алатынбыз. Үй кардиологиясын тыңдаймыз. Бірінші экстерноклавиностоидостың алдыңғы жағында жатыр, жақсы сезіліп тұр. Екінші жағынан жаңа уже анықтадық. Енді тыңдаймыз. Бірақ бұл бетте жатқан тамыр, біз оны қатты баспауымыз керек. Өте жай қоямыз да. Демалмаңыз. Демала беріңіз. Екінші жағынан да солай. Демалмаңыз. Демала беріңіз. Тек тондар естіліп тұр, шулар жоқ. Бірінші тон жақсы естіліп тұр. Тон жақсы естіліп тұр. Енді бұғана артерия. Оны пальпация жасап тауып аламыз дегеніміз. Бұғана ұстайтындай астына қарай естіліп тұр. Өте жақсы естіліп тұр. Содан таңдаймыз. Бұл жерде тереңдеу батырамыз. Себебі бұғананың астында жатыр. Үй кардиологиясына қарағанда бәсеңдеу естіледі, но естіледі. Егер тынысың меша кетсе, демалмай тұрмыз деп тыңдауларыңызға болады. Сан артериясын тауып аламыз. Жамбас бүйірін басып тауып аламыз. Сол жерден оны тыңдаймыз. Оны қатты баспаймыз. Оны да беттей, жатыр сол жерден қатты баспаймыз.
егер қатты бассақ біз оны жасанды түрде біз Басқа қаруына әкелеміз, иә? Онда шут шығады. Шу естиміз ол жерде. Енді біз уақыттан кейін аускультация патологияны өткен кезде қолға ақпан жетіспеушілігінде болатын шуларды айтамыз, траубена қосқаны, дюразияны қосшуы дегендерді. Сонда әдейі біз басып тыңдаймыз. әдейі шу тудыра ма сонда? Шу болады, қалып жағдайда тек сол болу керек. Ал ол кезде еще кері қайтуына байланысты диастолалық шу естіледі. Құс шуы деп айтып тұрғанымыз. Ол алдыңғы келетін болатын сабақтан мәлімдеді. Осылай жүректі